Достар, қасиетті Рамазан айында көркемдеп жазылған Құран аяттарын жақындарыңызға діни сыйлық ретінде беруді қаласаңыз, немесе үйдің төрінде Аллах тағаланың сөзін ілгіңіз келсе, бізге тапсырыс беріңіздер. Біздегі барлық дүниелер 100% қолдан жазылады, әрі бағасы да қолжетімді. Біз сіздер үшін Қазақстанның барлық жеріне тегін жеткіземіз. Ендеше достар, төменде көрсетілген байланыс бойынша бізбен хабарласыңыздар. Қағбаның қара тасы. Адамзаттың асыл тәжі болған Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалям пайғамбардан жеткен риуаяттар бойынша қасиетті Қағбаның шетінде орналасқан қара тастың жәннаттан түскендігі және ол кезінде аппақ болғаны, адамдар жасаған күнәлардың көптігі оны қарайтып жіберген туралы деректер бар. 19 ғасырда батыстық шығыстанушылар бұл хадисті оқып, исламды қаралау мақсатында қара тастың жәннатқа ешқандай қатысы жоқ, ол жердегі кәдімгі басқа тастар секілді екенін дәлелдеп, мұсылмандардың сеніміне қаяу түсіруді көздейді. Осылайша олар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның әлі хадистерін жоққа шығарғысы келеді. Батыстық шығыстанушылар біршама кеңес құрып, араларында Ричард Франсис деген кісіні мұсылман елдеріне жіберіп, одан араб тілін және мәдениетін жақсылап меңгеріп алуды талап етеді. Расында Ричард араб халқының арасына барып бірден үйренісіп кетеді. Ол Мағриб, Мысыр елдеріне бірнеше жыл қоныстанады. Мұсылмандардың бір-біріне деген бауырмашылық қарым-қатынасы оны күн сайын таңғалдырып жатады. Қоғамның татулықта, тыныштықта өмір сүруіне ислам дінінің ықпалы болған Ричард жақсы түсіне бастайды. Сондай күннің бірінде ол кемеге мініп қажылық жасау мақсатында өзінің мұсылман екенін өтірік айтып, Мәдина қаласына келеді. Асыл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мешітіне кіріп, мұсылмандардың оны қатты құрмет тұтатынына таң қалады. Содан кейін Мекке қаласына барып, ондағы ақ матаға оранған қажылардың шынайы құлшылығын көрген Ричард одан сайын риза болады. Қағбада мұсылмандардың саны азаюын күтеді. Сосын ол Қағбаға жақындап, қара тастың бір бөлігін ешкімге білдіртпей сындырып алады. Енді оны батыстағы әріптестеріне жеткізіп, әлгі пайғамбардың хадисін жоққа шығару керек еді. Көп ұзамай Ричард қара тасты алып Лондон қаласына қайтады. Ол онда тарихи музейге барып, қара тасты әріптестермен бірге зерттеуге кіріседі. Бірнеше күннен кейін қара тасты талдау жасаған бір әріптесі оның шынымен де жердегі ешбір тасқа ұқсамайтын, әрі оның басқа әлемнен келгенін жариялайды. Мұны естіген Ричард 14 ғасыр бойы шөл далада мал бағумен айналысқан, әрі арнайы білім де алмаған пайғамбардың бұл тас туралы айтқан сөзіне таң қалады. Бұған қоса араб елдерінде өткізген уақытында мұсылман қоғамдағы тыныштық пен бейбітшілікті көрген ол исламның хақ дін екеніне көз жетіп, ойланбастан кәлима айтып мұсылман болады. Осыдан кейін ол Меккеге сапар деген 2 томдық кітап жазып шығарады. Оның бірінші томында исламға деген алғашқы дұшпандығын жазса, екінші томында исламды қабылдағаннан кейінгі оның кереметтігі туралы сөз қозғайды. Ричард Франсис туралы мұндай ғажап әңгімені мысырлық геолог ғалым, жазушы Зағлул ан-Наджар деген кісі баяндап берген екен. Достар, егер бұл әңгіме ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, өзгемен бөлісуді ұмытпаңыз. Басқа да осындай қызықты әңгімелер тыңдағыңыз келсе, каналымызға жазылып, қолдау білдіріп, пікірлер қалдырыңыздар. Неғұрлым көп қолдау көрсетсеңіздер, жаңа әңгімелер тез шығып тұрады. Шын мәнінде Құранда адамның дұрыс өмір сүру үшін бағыт-бағдарлар көрсетілген. Расымен де ол дегеніне жетеді. Халық оның көріпкел екеніне сене бастайды. Барлығы бірдей сәжде етеді, алайда олардың арасында ібліс бар еді. Әрі шариғат үкімі бойынша сәулетшіге жасаған зұлымдықтың есесін алу үшін Сұлтан Мұхаммед Фатихтың қолы кесілсін. Абу Бәкір жуынатын бөлмеге барғанша дұға етіп, ақырында бойынан шыққан нәжісті бет-аузына үстіне жағып әйелдің алдына келеді. Осылайша жаратқан Жаббар Мұса алейхиссалам пайғамбардың халқына мәйіттің қайта тірілетін мұғжизасын көрсетіп, қылмыстың бетін ашып берген екен. Қазынаға бара жатқан жолда Жәбир патшаның әйелі бөтен еркекпен көңіл қосып тұрғанын көріп қалады. Егер мен өлсем, денемді ал да керуендер жүретін жолға қоя сал. Қарада тұр, менің жаназамды ең беделді сахабалар мен мыңдаған адамдар оқиды дейді. Мұсылмандардың әміршісі Харуннан византиялық күшік Никифорға хат. Сенің хатың маған жетті. Оның жауабын мен саған жазып емес, барып көрсетемін. Бұдан бөлек жындар мұхиттың түбіне сүңгіп, пайғамбарға ең көркем деген маржан тастарды алып жинап беретін.
Мұны сезген Хаула жалғыз үмітін жаратқаннан іздеп, дереу қолын көтеріп, көңілі босаған үйде Аллах тағалаға жалбарынумен болады. Осман ибн Аффан көзі тірісінде адам мен Аллахтың арасында нендей керемет сауда келісімін жасап кеткен десеңші. Көп замай сол сәтте Әбу Махзура пайғамбардың көркем мінезін көріп, жүрегі елжіреп кәлима айтып, мұсылмандықты қабылдайды. Дегенмен Салах ад-Дин азат еткен Құдыста жаңа заңдылық орнап, мұсылмандар мен өзге дін өкілдері қатары өмір сүріп, барлығына бірдей жағдай толықтай жасалады. Сондықтан Құранды көп оқуға емес, оқығанды түсінуге тырысу керек деген екен.